Ал қайырлы таң достар. Мен енді кішігірім бір халық медицинасының бір секретін айтып кетейін. Мынау тұрған май, осы бір 2 аптадан асқан көлемде осындай май болып шықты. Негізінде бұл қаздың іш майын өстіп банкіге салып шілдеде там төбесіне болмаса бір ыстық түсетіндей, күн түсетіндей жерге қойып қойса ең керемет дәрінің бірі болып шығады. Мына сол қазысы шек майларының күнге өзінен өзі бөлініп шыққан түрі. Бұны жаңа күйгенде және жыныстық жолдағы әйел адамдардың кейбір ауруларына, баста сарысу пайда болған жағдайда сақинасы бар адамдарға жақсы емнің бірі болып есептелінеді. Жаңағы аптекадан алып дәрі жасап жатамыз ғой, дегенмен ең керемет дәрінің түрі осы. Іш майын аласыз, өстіп банкіге салып, әлбетте беті жабық тұрады. Мен қазір бетін ашып көрсету үшін ашылдым. Осы 2 аптадан асқандағы осы өзінен өзі майы мөлтілдеп бетіне өз іш майының керемет емге жайлы бір халық медицинасының бір секреті. Әлбетте беті жабық болады. Қолданам десеңіздер, осылайғы дайындауларыңыз керек. Мынау күлкілдегі май, сонды солып аласыз. Жаңағы айтқан ауруларға өзінің емді қасиетін бере алады.